Картошканың бағасы 375 теңге. Міне. Сосын морковь. Мына жақта 405. Міне, осылай. Банандар 1709. Мемлекеттік чипсы жақтарға. Шоколадтарға келетін болсақ, міне Милка 717. О, дубайский шоколад. Міне 1800. О, мынандай нелер бар екен. Натстар. Вот, Nestle мен Натс мынандай. И вот альпенгурттар 600 теңге. И налар 2000 теңгеге отыр екен. Сосын пикник 575. Это слай. Мынау 295 екен, кішкентайы. Мына жерде мармеладтар. Вот. Короче, вот. Достар, міне сосын Рафаэлломның там 599 дейді. Мерсилар осындай 2700, сондай тұрады. Сосын Милканың мынандайына акция болып жатыр екен. Сосын, о, смотрите, какой большой шоколад прям. Но он ауыр емес екен. Прям. Короче, вот осындай 1599. Мына жақта уже киндерлар 1700 теңге, нифига. Қымбат достар екен. Достар, міне осындай заттарға Тоймартта акция. Прям күшті екен. Оларды алдында мен осыны 145 теңгеге алғам. Қазір 249 болып кеттік. Тоймартта жұмыртқаның бағасы міне осы 1985 теңге екен. Сосын міне мына жерде сүттер 299. Майонез. Вот. Сүттердің бағасы 529, 459, осындай әртүрлі. Міне түрлеріне қарай ғой. Осылай, лактейл 400 теңгеден, адал 800 мың. Короче, вот. Да еще бар. Вот, достарики. Видеоны лайк басуды ұмытпайыңыз. Достар, қараңыздар, мына жерде Тоймартта чипсы неше түрі бар екен, қараңыздар. 215-ке 1179, мынандай Pringles 535, 1465, 1400. Вот. Мыналар негізі біздің магының сондайда қымбатырақ тұратын сияқты. Міне чипсы Лейсқа акция. Сосын осындай луковые колечки 185, 229. Разные ценалар. Фан кішкентай 355. Осылай. Кирешкалар 355, 245, 245. Міне, достар, кстати, мен тренировкадан енді шыққан болатынмын. Менде тренировкадан баспен қаталып, мұрнымды жарақаттап алған жайым бар. Прям енді ауырып тұрмын да. Міне, сіздерге бірақ түсіріп атырам бәрін. Мындай орешкалар бар екен. Ішінде үшін магнумда сатылмайтын заттар сатылады екен. Міне разные лапшалар. Мына жерде міне крупалардың нелерін. 175, 315, 569. Міне күріштер осындай бағада. Сосын дағы не бар бізде? Керек. Міне гречка 275. Мынандай түрлері де бар екен. Міне, кашалар бар, нелер. Смесь, а здесь уже макароны. Макароны 255. Міне 285. Осылай султандікі 395, 425. Міне, достар. Осылай. Достар, комментарийға жазып кетіңіздер, бұл қымбат бағама сіздер үшін или нормально ма? Міне 500 мынандай бар. Тағы не бар? Мына жерде 13159. Осылай. Міне қараңыздар, оның түрі бар. Бағам. Мына жерде енді разный посыпка ма, сондай бар. Порошок. Кеттік. Міне мынандай соктар бар. Необычный, да?
кішкентай да бар екен. Міне түрлері өте көп. Осылай. Міне жерде пиколар 439. Мұндай нелер арзан тұрады екен, иә? Магнумда мынандай цена көрмейміз. Сосын, короче, мынау ағва деген аяқта, кстати, жоқ екен, иә? Мен бір рет бір вкусын ішкем, маған қатты ұнаған. Мне разный мохито. Вот 255-ке. Вот так. Мына жерлерде не бар бізде? Соқтар, гранат пен шоқта. Еще вот разные цены. Осылай. Міне порошоктардың несі осындай ценалары. Ленор. Білмеймін қолданасыздар ма, но осылай. Тайт. Разный вот. А вот тайт. Міне 1880. 3600. Осылай. Міне персик есіні. Бағалар қалай достар, мен просто заттармен қолданбаймын, білмеймін. Сол үшін жазып кеттіңіздер. Оның жерде Whiskas мысықтарыңыз болса, сонда 200 теңге, 109 теңгеге бар екен. Міне KitKat. KitKat вообще. Вот. Мына жерде мындай какаолар, балдар, рахат паста, кофелер. Вот. Достар, мына жерде попкорнның түр-түрі бар екен. Мындай сырмен бар. Соль, мынау оригинал, карамель. Вот, мен өзім осындай алайын деп отырмын. Осылай. Вот, мына жақта Milka печеньелар 827, 700. Осылай, вот барнилар. Осылай.